Баршаларыңызға ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. 27 маусым күні дұғалар қайтарылмайтын, қабыл болатын күн Арафа күні. Арафа күні қандай дұға оқыған жөн, бүгін сол туралы айтатын боламын. Абдулла ибн Амрдан радиаллаху анху, Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай дегені хабарланады. Ең жақсы дұға бұл Арафа күнгі дұға. Ал мен және маған дейінгі пайғамбарлардың Арафа күні айтқан ең жақсы дұғасы: жалғыз, серігі жоқ Алладан басқа құлшылыққа лайықты ешбір құдай жоқ, бүкіл билік және мақтау оған тән, әрі ол бүкіл болмыс үстінен құдіретті. Бұл дұғаның арабша оқылуының транскрипциясын алдарыңызға шығарып қойдым. Құрметті оқырмандар және де канал қонақтары, Арафа ол қандай күн, ол күні не істеген абзал деген болатын болсаңыздар, менің жоғарыда көрсетіліп тұрған видеомда немесе описание бөлімінде Арафа күні туралы толық мәліметтер бар. Ол күні оразаны қалай ұстаймыз, не деп дұға етеміз, қай уақытқа қарап бекітеміз, соның барлығы жазылған арнайы видеом бар. Сол видеоға өтсеңіз болады. Сіздермен бірге болған жансая, каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны баса кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше